бір ғалым шәкірттерімен отқан ғой. Сөйтсе біреу есік қағып тұр дейді. Бір шәкірт орнынан ат тұрып есік ашуға кетіп баратса, ғалым тұрып айтады дейді: "Тоқта, сен ниетіңді жөндедің бе?" деп. Шәкірт айтады дейді: "Ұстаз-ау, есікті ашу үшін де ниет керек па сонда?" Сол кезде ұстаз айтты дейді: "Есік қағып тұрған адам сұраушы болса сұрағанын берем, қажеті болса қажетін өтейм, аш адам болса қарнын тойдырам, су ішкісі келіп тұрса суын берем деп ниет етсең, сауап жазылады. Сен ашсаң басқа біреу тұрса да, бірақ сауап жазылады." Ұстазы бірден үйретіп жіберді дейді: "Жай есік ашқанға ниетің жөндеп қалсаң болды, Құдай саған беріп жіберейін деп тұр да." Ал сол кезде ойламайсың ғой, мысалға. Ойламайсың ғой. Ана ниеттің маңыздылығы да сондай. Біз бұл оқиға нені көрсетеді? Біз көп жағдайда бұны ұмытатынымызды көрсетеді. Бір кісі айтады да, елеке дейді, маған: "Сіз күнде мешітте жүрсіз, сауаптың астында сіздер, біз болсақ дүние жұмыс қой біздікі" дейді. Мен айтам: "Аға, сен күнде жұмысқа баратын кезде Құдай үшін деп ниет етіп шықсаң болды, сен Құдай жолында жүрген адамсың. Ал мен мешітте жүріп, ниетім нашар болса, онда мен күнәһармын." Сіз бен біздің айырмашылығымыз қай жерде қызмет жасайтын жерімізде емес, тек қана ниетте, бауырлар, тек қана ниетте.